Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге қазандағы тандырный самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Үй жағдайында өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Самсамызды жасамас бұрын мен сіздерге көптеген мастер-класстарда ақшаға сатып жатқан мына шоколадный розаның рецептісін тегін үйлеріңізде жасап бизнес бастай аласыздар, немесе жақындарыңызға жасап қуанта аласыздар. Дәл қазір рецептісін көріп алыңыздар. Ол үшін YouTube-ға Ботажан Мұрат деп жазсаңыздар шығады. Каналына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, жоғалтып алмау үшін. Каналында шоколадный розада басқа көптеген мастер-класстарды сатып атқан тегін рецепттер тұр. Немесе төмендегі описание бөліміне ссылкасын қойып кетемін, сол арқылы басып көре аласыздар. Ал енді біздің самсамызды жасау үшін бізге ең алдымен 350 грамм ұнымыздың ортасын видеодағыдай ашып аласыздар да, бір жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Шай қасықпенен 1 шай қасық тұзымызды салып, оның үстіне 3 ас қасық болатындай қылып, аздаған сұйық майымызды қосып, бөлме температурасындағы суымызды аздаған ғана көз мөлшерімен қосып, оның үстіне 1 шай қасық уксусымызды қосып, қасықтың немесе қолдың көмегімен жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Уксустың проценттілігі маңызды емес. Және қамыр иленгеннен кейін 1-5-10 минутқа бетін салфанмен немесе пищевой пленкамен жауып, тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды пышақтың көмегімен 2-ге бөліп аламыз да, видеода көріп тұрғандай 2 қолдың көмегімен дөңгелек қылып жайып аламыз. Осылай 2-ге бөліп жинап алғаннан кейін біреусін салфанмен жауып, екіншісін ұн себу арқылы жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Біздің 2 қамырымызды да жұқа қылып жайып аласыздар. Видеода көрсетілгендей. Неғұрлым жұқа болған сайын біздің қамырымыз соғұрлым жаңа қатпарлы, слоеный болып шығады. Қамырымызды жұқа қылып жайып алғаннан кейін 200 грамм сары майымызды 2-ге бөліп арқылы біздің қамырымызға жартысын құйып, жақсылап жан-жағына сары майымызды жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін оның үстіне екінші жайылған жұқа қылған қамырымызды тағы да үстіне қосып, видеодағыдай жарты біздің жаңа қалған ертілген сары майымызды құйып, видеодағыдай шетінен бастап осылай дөңгелетіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай қалыңдықта шықты. Қолдың көмегімен ішіндегі ауа қалып қалмас үшін бір рет жаңағы сығып алыңыздар. Және де видеодағыдай шетінен бастап ең соңына дейін қарай осылай дөңгелетіп, бетін салфанмен жауып, морозильнигімізге 30 немесе 40 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша ішінен қосылатын салмасын дайындаймыз. Менде пияз, картошка және де ет, аздаған кішкене іш майын қостым. Және 1 шай қасық тұзымызды, сұйық майымыз бен қара бұрышымызды қосамыз өздеріңіздің қалауларынша. Міне біздің 30 минутымыз өткеннен кейін пышақпен осылай қалың қылып, үлкен қылып бөліп аламыз біздің қамырымызды. Одан кейін міне видеода көріп тұрғандай ұн себу арқылы біз жұқа қылып жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Қатты жұқа қылудың керек емес, енді өздеріңіздің қалауларынша мен средний қылдым. Және оның үстіне салмамызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне 2 саусақтың көмегімен шет жақтарын бәрін жинап аламыз. Жиналған сайын бәрін біріктіріп, қамырды дөңгелетіп қысыңыздар. Ішіндегі салмасы біздің жаңағы қызып тұрған табамызға салған кезде жаңа шашылып кетпес үшін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап жауып алғаннан кейін қатты қызып тұрған біздің қазанымызды қызып тұрған кезінде жаңағы біздің дайындап алған самсамызды жұмыртқамыздың ағына, сарысымен ағына ажыратып аламыз да, соның ағына маламыз да асты жағын самсаның. Бір рет малып алып, қызып тұрған қазанымызға видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағы жақсылап жабысқанша ұстаймыз да, одан екіншісін сөйтіп жабыстырамыз. Міне видеода көріп тұрғандай анық көрініп тұр. Өстіп қоямыз да, аузын жауып, орташа отта біз жаңағы пісіріп алатын боламыз. Пісіру уақыты 50-55 минут, әр 10 минут сайын қақпағын ашып, ішінде тұрған буды шығарып тастап отырыңыздар. Сонда біздің слоеный тесталарымыз қатпарлы, қытырлақ болып шығу үшін. Және жұмыртқаның сарысын бетіне жағып қалған кунжут сепсеңіздер болады. Міне біздің 55 минутымыз өткеннен кейін қызарып, біздің самсамыз дайын болып шықты. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма міндетті түрде дәл қазір тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.